Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер арнама. Мен қазір Coral Club'қа тіркелу оңай жолын көрсететін боламын. Міне коралловый клуб деген мына кіреміз. Осы жерде кірдім. Осы жерде міне 3 сызықша тұр төбедемін. Осы 3 сызықшаға кіремін. Енді осы жерде войти присоединиться деген мына қызыл жолақты басамыз. Енді осы жерге сіз өзіңіздің клубный номеріңізді жазып, өзіңіздің пароліңізді жазып, войти-ді басып, сіз бұл жерде өзіңіздің кабинетіңізге кіре аласыз. Енді осыны жоғары қарай көтеру арқылы міне регистрация, осы жерден регистрация жасайтын боламыз. Регистрировать деп міне осы жерге енді тіркелейін деп атқан адамның атын жазасыз, имя, одан кейін отчествосын жазасыз, сосын мына жерге фамилиясын жазасыз, мына жерге электронный почтасын жазасыз, және мына жерде міне Қазақстан деп тұр. Қай мемлекет, Россия ма, Өзбекстан ба, осы жерден мына үшбұрышты басу арқылы сіз мына жерден таңдай аласыз. Не болмаса мына жерге поискқа жазу арқылы сіз сол жерден таба аласыз елді. Енді ол басқа елде болса, мысалы енді Қазақстан деп тұр, Қазақстанға кірдіңіз, енді қай қалада, Қазақстанның қай қаласында тұрады, соны жазасыз. Сол жерден өзің региондары шығады, сол жерді таңдайсыз. Енді бұл жерде язык коммуникация дейді. Мына жерде қай тілде коммуникация сөйлеседі, сол тілді жазасыз. Русский болса русский, қай тілде ыңғайлы сөйлескен, қай тілде мына жерге жазылу, вот сол тілді таңдайсыз. Және мына жерде номер, телефон номері, мына жерде мен Қазақстандікі болып тұр, +7. Мына Қазақстан жолағының жанында үшбұрышты бассаңыз, міне басқа мемлекеттер шығады осы жерден. Осы жерден таңдау арқылы номерін жазасыз. Одан кейін мына жерде туған күні, жылы, айы толығымен толтырып жазасыз. Одан кейін мына жерде ваш пол, әйел, ер жынысты, мына жынысын жазасыз. Сосын мына жерге парольді жазасыз. Өзіңіз ойлап табасыз парольді, ұмыт қалмайтындай қылып жазып сақтап қойыңыз. Және осы парольді қайттан қайталайсыз. Мына жерге жазған пароліңізді қайттан осы жерге қайталайсыз. Сосын мына жерге, мына жолаққа ваш консультант деген жерге сіз кімнің астынан тіркейін деп жатсыз. Вот соның клубный номерін жазасыз. Сосын клубный номерін жазған кезде мына жерде аты жөні бірден шығатын болады. Кімнің астынан тіркелейін деп жатыр. Одан кейін мына жердегі я согласна дегенді басасыз. Мына жерде басқаннан кейін барып, уже продолжить деп шығады. Осыны басып, продолжить етіп шығады. Осы жерден тіркеледі. Сосын тіркелген автоматом сізге клубный номер береді. Мынандай тіркелген адамға осыны клубный номерін береді. Сосын уже осы клубный номерді сол кісіге беру арқылы сіз өзіне кабинет ашады. Кабинетіне жол көрсетесіз. Осылай оңай жолы тіркеліп, командаңыз көбейе берсін. Сәттілік. Сау болыңыз. Рахмет зейін қойып, соңына дейін қарағаныңызға.